Сәлеметсіз бе кішкентай тыңдаушылар. Дорба толы ертегіміздің бүгінгі ертегісі 3 торай деп аталады. Олар кімдер? Танысайық. Ертеде көңілді 3 ағайынды, ақылды, әзілкеш, тентек атты 3 торай өмір сүріпті. Олар ормандағы алаңқайда секіріп ойнап, өлең айтып, жылғаның суына шомылып жүреді екен. Бір күні ақылды ағайындарына: "Бауырларым, күз болса келіп қалды. Тастан қалап, есігін еменнен жасап, мықты үй жасап салуымыз керек. Ондай үйде бізге қыстың суығы да өтпейді, қасқырдың қолы да жетпейді." Ағайындылар іске кірісіп кетеді. Бірақ әрқайсысы өзіне жеке үй салып алмақшы болады. Тентек күннің соңына таман сабаннан тұрғызған үйіне бітіріп үйін мақтанышпен қарап тұрады. Келесі күні әзілкеш тақтайлар мен шыбықтардан қалқайтып үй тұрғызады. Ұзамай екеуі тоғайдағы аланда секіріп, көңілді әнге басады. "Қорықпаймыз біз сенен, ақмақ қасқыр, сұр қасқыр. Қорықпаймыз біз сенен, ақмақ қасқыр, сұр қасқыр." Ақылды қайткенде де берік сарай тұрғызудың амалын ойлап, дамыл таппады. Ақыры ол үйін бітірді. Осы манда торуылдап жүрген аш қасқыр торайларды мақтанып айтқан әнін естіп, қуанғаннан ұлып, сол жаққа беттейді. "Ақмақ торайлар, алдымен тасаға тығылып, сосын мақтаныңдар." Байғұс, тентек пен әзілкеш естері қашып шығып, әрқайсы өз үйлеріне қарай жүгіріп кетеді. Қасқыр аттап келіп, әзілкештің үйінің жанынан бір-ақ шығады. "Бәлем, ұсталдың ба?" деп айғайлап, бар күшімен сабан үйді үрлейді. Деп үрлегенде сабан үй құстың мамығындай жан-жаққа ұшып кетеді. Ал тентек болса, әзілкештің үйіне қарай қаша жөнеледі. "Бауырым, құтқар, құтқар!" Тентек әзілкешті үйіне кіргізіп, есігін ысырамен бекітіп алады. Ағаш үйдің маңына жүгіріп келген қасқыр: "Түскі асқа бірден 2 торай жейтін болдым ғой. Жақсы болды ғой. Тез арада есікті ашыңдар" дейді. Ал тентек болса: "Дәмеленбей-ақ қой. Торайлардың ағаштан тұрғызған үйі қасқырдың қыспағынан сақтайтынына сенімді болатын. Біз сенен қорықпаймыз, сұр қасқыр" дейді. Қасқыр: "Солай ма?" деп бақырды да булыққан болып, ол жүгіріп барып, есікті бар пәрмен соққан кезде үй құлай түсті. Ал торайлар болса, әр жаққа екеуі ақылдан көмекші сұрап, оның үйіне қарай жүгіріп кетті. Ағаларын көрген ақылды үйіне кіргізіп алады. Қасқыр жете бергенде есікті қатты жауып алады. "Аш, аш, қайтсем де мен сендерді жеймін" деп бақырады ызаланған қасқыр. Тентек пен әзілкеш қорыққандарын демдерін жинай алмай отырады. Ал ақылды байыппен
байқап көр, дейді. Қасқыр үйді үрлеп те көреді, соғып та көреді, бірақ түк одан шықпайды. Тоқта бәлем, деп бақырған қасқыр мұржа арқылы үйге кірмек болады. Тарсылды естіген Тентек пен Әзілкеш одан бетер дірілдеп кетеді. Ал ақылды байыпты қалпымен пешке от жаға бастайды. Қасқыр мұржаға шыққанша ол жалындап жанады. Қасқыр шатырға шығып, қарнын тойдырам деген оймен мұржадан бір-ақ шығады. Осылайша аңқау қасқыр бар пәрменімен отқа түсіп кетеді. Бірақ ол өкіріп мұржадан оқтай атылып шығып жүгіре жөнеледі. Енді бұл манда ол аяғын ешқашан баспайтын болады. Ал бақытты үш торай ақылдының кірпіштен салынған үйінде тату тәтті өмір сүріпті.